Сәлем, қалайсыздар? Карантин кезінде не істеп жатырсыздар? Демалып жатырсыздар ма? Немесе ютубтан қызықты мәліметтер қарап жүрсіздер ма? Енді сіздерге бізден де бір қызықты сұрақ болсын. Массачусетс университетінің профессоры өз студенттерінің IQ-ін тексеру мақсатында осы бір үш сұрақты қойған екен. Сол сұрақ сіздерге де қоюға рұқсат етіңіздер. Біріншісі, 5 адам 5 масканы 5 минутта тігеді. Енді сұрақ, 100 масканы 100 минутта неше адам тігеді? Пауза қосып шарт бөлуіңізге болады. Ютубтан қарамаңыздар. Гуглдан іздемеңіздер. Сіз бен біздің есептің арасындағы шынайылық болсын. Келесі есеп. Бір доп және бір кроссовка $1 10 цент тұрады. Кроссовка доптан $1 қымбатырақ. Енді сұрақ, доп қанша тұрады? Кішкентай балақайларға көмек болсын, $1 100 цент бар. Егер осы сұраққа да жауап беріп үлгерсеңіздер, келесі сұраққа көшейік. Бактерия күн сайын 2 есе өсіп отырады. Егер толық банка 48 күнде толатыны белгілі болса, жарты банка қанша күнде толады? Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Төменге пікірге жауаптар жазыңыздар. Белсенді олайық. Егер сіздің белсенділіктеріңіз жоғары болып, өте қызықты болса, бұндай видеолар тағы да жарық көреді. Жақсы, сау болыңыздар.